құрметті қонақтар, ата-аналар және де оқушылар. Бүгінгі біздің ата өнер балаға мұра атты тәрбиелі шарамызға қош келдіңіздер. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыздан көріп отырғандарыңыздай, әдептілік, мәдени болу деген сөздің мағынасы өте кең. Олай дегеніміз адамның жасаған әрбір іс-қимылы, жүріс-тұрысы, сөйлеу мәнері, өзін-өзін ұстай білуі, оның әдептілігі, мәдениеттілігі жайлы сыр шертеді. Бүгінгі концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Мақсаты қобыз өнерін өскелең ұрпаққа дәріптеу. Қорқыт ата 8-9 ғасырларда ғұмыр кешкен. Қорқыт ата өмірде ізі артта әдеби музыка мұрасы қалған тарихи тұлға ретінде белгілі. Қорқыт ата 7-8 ғасыр аралығында өмір сүрген. Қазақ философиясы тарихында Қорқыт ата ел бірлігін нығайтқан кемеңгер. Қорқыт ата жайындағы аңыздардан оның бойындағы 3 түрлі өнер ерекше дайындалған. Біріншіден, ол оғыз қыпшақ ұлысынан шыққан айтулы бақсы абыз. Екіншіден, күйші қобыз сарынын алғаш туындатушы өнерпаз. Үшіншіден, әйгілі жырау, оның жырлары оғыз қыпшақ өмірін бейнеленген әдеби тарихи мұра. Қазақ әндері попури өңдеген Хали Бұлтаева. Ермұрат Үсенов түрік әлемі, жетекшілері Аронова Бекзат Аронова, Абдуллай Қашқа. Сүйемелдеуші Кирсанова Анастасия Петровна, орындайтын оқушылар ансамблі Шолпан.
Яшыбаев өмір күні орындайтын Тоқтамұрат Раушан, жетекшісі Абдолдай Қашыға, сүйемелдеушісі Корнева Светлана Викторовна.
Полуэктова Юлия Аркадьевна. Ризанов, biz ömrünün gülümüz. O'rtaytın birinchi sinf o'qituvchilari Aronova Bekzat Aronovna, Abdullayev Qashqar, yetakchisi Kisanova Anastasiya Petrovna. Söylemay, o'rnak ekishli o'qishlari Xumar Albina, Aygarayeva Yakinas, yetakchisi Abdullayev Qashqar, yurtdoshi Koneva Svetlana Viktorovna.
проектінің Еркінғали Джу, жетекшісі Арыловна Бекзат Аровна, сүйемелдеуші Кирсанова Анастасия Петровна. Халықаралық елігай Үлдеген Хамиди, орындайтындар Базарбай Кәусар, Бағлан Қазапалнов, жетекшісі Абдоллай Қаршыға, сүйемелдеушісі Суровская Светлана Иосифовна. Сізге біздің жақтан қалай келдің? Жолыңды тіптікке кесіп жанай бердің. Адамның көздерінде екі көрдім. Япырмай датым шыдап қалай көрдім. Ықылас сізге орындайтын қобыштар ансамблі Шолпан, жетекшісі Арыловна Бекзат Аровна, сүйемелдеуші Кирсанова Анастасия Петровна.
Менен дагы Ақан серинен аны Кара Торгай орындайтында Коңшулар ансамблі Шолпар. Петр Мартин Ча-ча-ча орындайтын Коңшулар ансамблі Шолпар. Чеймендеушісі Кирсанова Анастасия Петровна.
ең алғашқы маған қобызды үйреткен ұстазым Аронова Гүлзат Ароноваға шақырайын. Алғысымды айтамын, осы кісі маған ең алғашқы міне аспапты үйретіп, сахнаға қалай шығу керек, көптеген конкурстарға қатыстырған осы Гүлзат Ароноваға алғысым шексіз. Осы сәтті пайдаланып көп рахмет айтқым келеді сізге Гүлзат Аронова. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Міне осы таңда қазір ұстазыммен бірге еңбек етіп келе жатқанға 10 жылдан асты. Бірге шәкірт тәрбиелеп жатырмыз. Естағай сізге көп рахмет. Құттықтау сөз Ғазиза Жұбанова атындағы балалар өнер мектебінің директоры Тихомирова Инна Анатольевнаға беріледі. Кеш совместными құрметті достар, ата-аналар, балалар, әріптестер. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Действительно, сегодня такой получился замечательный праздник. Праздник искусства, праздник музыки. И в преддверии уже праздника, который мы ждем в декабре месяце, 16 декабря, праздник День независимости нашей страны, очень приятно сегодня было услышать очень много произведений национальных, народных произведений на этой сцене в исполнении детей и педагогов. Замечательное произведение. Я не знаю, уважаемые родители, но я прям вот отдохнула. Насколько вот душевно и настолько красивая музыка сегодня прозвучала. Я очень рада, что вы сегодня пришли к нам на праздник. На наш, конечно, каждой семье я желаю зордятся улыб Телейман, Махаббат Телейман, Ашек Осман Болсын, Бахлыр Болсын. Самое главное, чтобы в нашей стране, в нашем доме родном был мир, было мирное небо. И тогда, я думаю, что и в нашей школе, и везде, на сценах мы будем видеть счастливые лица и улыбки детей. Всех с праздником сегодняшним. И большое спасибо педагогам, которые сегодня все это подготовили. Всего хорошего.
Балаларыңыз қуаныш әкелсін, немерелеріңіз жұбаныш әкелсін, орындарыңыз топ болсын, дастархандарыңыз мол болсын, қатарларыңыз көп болсын, уайым қайғыларыңыз жоқ болсын, елде бірлік болсын, жарасты тірлік болсын. Осымен ата өнері балаға мұра атты концертіміз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет.